Армысыздар достар, бүгін сіздермен әсел. Менің кезекті рецебім бұл чак-чак. Чак-чактың мөлшерін өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты істеулеріңізге болады. Жалпы нанның қаттылығы пельменге қалай нан илейсіздер, солай илейсіздер. Мына жерде құрамында бізде ұн, жұмыртқа, ас содасы. Ас содасыны шым-шым ғана саласыздар. Сол кезде чак-чактарыңыз өте воздушный, жұмсақ нан болады. Алдымен жұмыртқаны біраз езіп аласыздар. Езілген жұмыртқаға жаңағы шым-шым содаларыңызды қосып тағы бір араластырып аласыздар. Маған осындай араласып дайын тұрған нәрсе ұнайды. Осы сұйығымызды енді ұнға құйып, қасықтың көмегімен біраз нан илеп, пельменнің нанын жасайсыздар. Сонымен біздің нан дайын болды. Осы иленіп болған нанды жарты сағат демалдырамыз. Нандарыңызды, осы нанды жалпы 2-ге 3-ге бөліңіздер. Үлкен қып жаймаңыздар. Шағын-шағын қып жайсаңыздар, өздеріңізге ыңғайлы болады. Чак-чактың нанының иі қанып дайын болды. Енді бұны пельменге қандай нан жаясыздар, қалыңдығы су секілді қып нанды жайып аласыздар. Жайып болғаннан кейін оны 10-15 минут кептіресіздер. Кескен кезде оны салмай кесуге болады. Сол кезде майларыңыз күймейтін болады. Жайылып болған нандарыңызды осындай орамалдың үстіне қоясыздар. Себебі астында киленка болатын болса, нандарыңыз жабысып қалады. Бұл нанда ұн жоқ. Сол себепті осылай орамалдың үстіне жайып қойыңыздар. Нанымыз дегдіп болды. Енді нанымызды ораймыз. Бізге бұл жерде оқтаудың көмегі керек. Нанды осылайынан орап аласыздар. Ортасынан кесеміз. Тағы да орайсыздар. Осымен нан дайын. Енді бұны өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай кесесіздер. Нанды осылай кеспе ретінде кесіп аласыздар. Барлығын кесіп дайындап алыңыздар. Чак-чагымыздың сиропын дайындаймыз. Мына жерде 200 грамм бал бар. Осыған 200 грамм қант қосамын. Чак-чагым өте жақсы жабысу үшін бір-біріне 50 граммдай су қосасыздар. Сонда сироп өте жақсы болып шығады. Сиропты осымен сиропымыз қайнай берсін. Майды қосып қойдық. Мен чак-чактың ішіне жалпы қуырылған мақ қосқан ұнатамын. Не жаңғақ. Менде қазір әзірше мақ қана. Сол себепті қолдарыңызда қандай жаңғақ, не бар, соның бәрін қоссаңыздар, өте тамаша болып шығады. Кеспені осылайынан қуырып аласыздар. Дайын болған кеспемізге қайнап тұрған сиропты құйып, мақты салып, біріктіріп араластырасыздар. Қасықтың көмегімен қасықты суық суға салып тұруға болады. Сол кезде чак-чактарыңыз тезірек бір-біріне жабысатын болады. Бұл чак-чактыға форма беру үшін сіздер қандай форма сіздерге ыңғайлы, сол формада алып қатырасыздар. Мен сіздерге касеге салып көрсеттім. Бұл тезірек қатты, формасы жақсы болу үшін холодильникте не морозильникте 5-10 минут ұстайсыздар. Тураған кезде сіздерге қандай форма ұнайды, солай турасаңыздар болады. Бұл чак-чакты міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Бүгін сіздермен болған әсел. Каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.